Кімден ені? Жақсы. Мен сұрағым бір команда, жалғауын екінші команда жалғайтын боласы. Жақсы еткі. Топта тең түсті деп жауап ойлап тұрмын өзім. Енді сендердің алдарында әр сұрақ жауап берген сайын бұлай бір сұраққа бет көтеріп отырамыз. Жақсы ма? Бір сұрақ жауап бердік, екі сұрақ жауап бердік деп бастайтын боламыз. Балалар қазір оны да осылай бүгінгі күннің тақырыбын ашатын боламыз балалар. Қандай қызмет атқарады? Атау септігіндегі сөздер. Жақсы, бастауыш қызметін атқарады екен, дұрыс. Жат септігі. Қандай жалғауларға өзгереді? На-не. Бас септігі на-не. Табы септігі ны, жат септігі ында інде. Жақсы. Қалай атайды? Сері екен балалар, сұраққа жауап беру арқылы біз бүгінгі тақырыбымызды аштық балалар. Сөз табында болатынын меңгеру, жіктік жалғауларының қолданысын меңгеру дейді. Осы тақырыпты біз бүгін меңгеріп өтіп шығады екенбіз балалар. Аға, біз қазақ тілінен зат есімнің жіктелуі деген сабақ өттік. Жіктік жалғауы адамның кім екенін, кәсібін білдіретін зат есімдерге жалғанады. Бір. Екінші жақ жекешелік байланымсыз. Ол оқушы. Тоңбаймын, суықта да тоңбаймын. Құрт құмырсқа шіркейден бау бақшаны қорғаймын. Мен, сен, ол, бастауыш кім деген сұраққа жауап беріп тұр. Оқушымын, оқушысың, оқушы деген баяндауыш. Зат есімнен болып тұрған баяндауыш. Астын екі сызықпен сызамыз. Көпше түрде біз, біз, мыз, міз, пыз, піз. Ал екінші жақта сың, сің. Мен деген бастауыш, кім? Мен. Мен кіммін? Бірінші баяндауыш тауып аламыз. Экологпын. Екі сызықпен сызамыз астын. Зат есімнен болып тұрған баяндауыш екен. Олар. Олар нені қорғаушылар? Табиғатты. Астын толықтауыш, астын үзік сызықпен сызады екенбіз. Тақты анықтауыш бұл ерек сызықпен сызылады. Жазып аламыз, астын қаламмен сызамыз. Ақын біз, ақын біз деп жалғанады екен. Жақсы, дұрыс екен балалар. Енді ары қарай тағы да екінші сөзді орындайтын боламыз қазір. Бала. Баласын. Жақсы. Жекеше көпше түрдегі жазған бізге мына жерге берілген мінекей. Тамерлан келе ғой, мына жақ танаяқтан қарақат келіп. Бүгінгі өткен тақырыбымызға байланысты. Өздеріңнің пікірлеріңді қалдырасыңдар мына жерге. Және мұғалім кісілер сіздердің де алдарыңызға қойып қойдым жаңа пікір қалдыру парақшасын. Соған өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады.